Қазір ғана бір оқиғаның куәсі болдым. Қарапайым бір машина оңға қарай жақып келе жатты да, оңға қарай бұрылмайтын болып тіке жүрді ше. Сөйтіп еді артында келатқан бір машина сигналды беріп, жағып, бір сабырсызданды да, ашуланып, сондағы бар айыбы неғып оңға сен бұрылмайсың дейді анаған. Неғып тіке жүресің дейді. Өзі біледі ғой, ешқандай заң бұзған жоқ. Мен айтып отырмын да, сен Монза мініп алып осындай қылып жатсың. 300 мінсең мыжып кететін шығарсың сен артынан келіп. Сабырлы болсай, қазақсың, мұсылмансың. Сондықтан да құрметті жігіттер, Құдай көлік берді ма? Сабырлық еркектің ажарлығы, ұстамдылық. Алхамдулилlah, қарапайым, күт, жасыл, жанбай жатып, сигналды арттан береді кеп, не әдет ол деймін да, не әдет ол. Біріншіден қарапайым. Пайғамбар саллаллаху айтады, кімде-кім Алла үшін қарапайым болса, Алла ол адамның дәрежесін көтереді деген. Ал кімде-кім тәкаппарлық қылса, Алла оны езет деген. Езет кәдімгідей төмендетеді ол адамды. Бұл сахих хадис. Екіншісі ұстамдылық, сабырлық. Пайғамбар Алла тағала айтады, мен сабырлармен біргемін дейді. Алладан ұзап қайда барамыз? Ешқайда бара алмаймыз. Құдай әрдайым бізге керек. Сондықтан Алла бізбен бірге болсын десек, ұстамды болайық жігіттер, сабырлы болайық. Қайда барасың? Не істейсің? Сигналды беріп, қайда баратырмыз? Бір секунд ештеңені шешпейді. Сондықтан жігіттер, өтініш, сабырлы, ұстамды. Мүмкін машинесі ота алмай қалған шығар. Ақтайық, сигналды баса бермей, ашулана бермей да. Ашуланасың, қазір бір ұрсасың, төбелесесің, не пайда табасың? Сондықтан жігіттер, ұстамды болайық. Алхамдулилlah. Біздің ислам, біздің керемет дәстүріміз де, дініміз де осы нәрсені үйретеді ғой. Алла бай қылсын, сабырлы қылсын, нағыр ер азамат қылсын. Ердің ажарын ашатын сабырлық, ұстамдылық, кішіпейілдік қой. Мен енді басқаларды білмеймін, бірақ мен Димаштың кісілігін өзім көрген емеспін, Димаш Құдайбергеннің. Шафқаттың да кісілігін мен көрген емеспін, басқалар көрсе көрген шығар. Қашан кішіпейілді, дәрежесі қандай болса да, одан сайын ол жігіттердің деген уважение, құрметің одан сайын артады. Алла разы болсын. Қазір ғана бір оқиғаның куәсі болдым. Қарапайым бір машина оңға қарай жақып келе жатты да, оңға қарай бұрылмайтын болып тіке жүрді ше. Сөйтіп еді артында келатқан бір машина сигналды беріп, жағып, бір сабырсызданды да, ашуланып, сондағы бар айыбы неғып оңға сен бұрылмайсың дейді анаған. Неғып тіке жүресің дейді. Өзі біледі ғой, ешқандай заң бұзған жоқ. Мен айтып отырмын да, сен Монза мініп алып осындай қылып жатсың. 300 мінсең мыжып кететін шығарсың сен артынан келіп. Сабырлы болсай, қазақсың, мұсылмансың. Сондықтан да құрметті жігіттер, Құдай көлік берді ма? Сабырлық еркектің ажарлығы, ұстамдылық. Алхамдулилlah, қарапайым, күт, жасыл, жанбай жатып, сигналды арттан береді кеп, не әдет ол деймін да, не әдет ол. Біріншіден қарапайым. Пайғамбар саллаллаху айтады.